программасына шақырып алу керек иә. Ой, сексен достар, міне кеттік. Ғабит келіп ауылдан міне сайран бар, үшеуміз бір шуаққа Ғабит алып баратырмыз. Ғабитті қыдыртып жатырмыз ауылға. Қанша қаражат кетіп жатыр білмеймін. Май су бұлар береді жоқ. Бізді кіргізіп жатыр. Ойша жағдай кетті. Ойша жағдай кетті. Мынау біздің ауылдағы Ібіраш бұлақ деген бұлақ. Қысы жазы мінеке осы ағысын тоқтатпайды, бір тағы ағайып тұрады. Ауылдың жартысының малы өшіге келіп су ішеді. Жаздай күн жылығаннан бастап ауылдағы жігіттердің демалыс орны өсек болады. Bak. Бұлақ ызың екен, мә, мұндай салқын, керемет болып қалдық. Туған жер деген қашанда алтын бесік қой шіркін. Туған өлкенің бір жұтым ауасының өзі қажырыңа қуат, дертіңе шипа. Ал мынадай мөлдір бұлағының суы көңіліңді бір серпілткенде енді қайтып шаршамайтындай сергектікке ие боласың. Бұл Қазалы ауданы Жанқожа Батыр ауылының сыртында орналасқан Ібіраш бұлақ деп аталатын скважина. Ауылдас бауырларға және осында келетін басқа да қонақтарға кішкене ғана өтініш бар менде. Бұлақтың басын таза ұстап, қоқыстарыңызды сәл жиыстырып жүрсеңіздер, өйткені бұл жерге ертең де келесің. Сол келгенде мына жер тап-таза болып тұрса, өзіңе де жақсы емес пе? Солай ма? Жаңа Қазақстан деген мына сенің өзіңнен басталады ғой. Десем қалай, бола ма болмай ма? Туған табиғатты аялай білейік жігіттер.